Сәлем достар, бұл PHP курсының 13-ші сабағы. Осы сабақта OOP-ның тағы да қандай мүмкіндіктері барын көрсетемін. Жалпы алдыңғы сабақта жазып кеткен кодымызды кішкене өзгертейік. Осы getTime-ның астына тағы да бір метод жазайық. Public function show details tick. Осы жерге echo деп бізге керек ақпаратты жаза берейік. Markadik this brand. Астына қалғандарын жаза берейік. Модель. Қайтып жазып отпасы үшін мынаны көшіріп ала салайын. Модель жылдамдығы. Echo демей return қойып қояйық. Бізге жолды қайтаратын болсын. Енді сіздерге мұрагерліктің не екенін көрсетейін. Ол үшін мына жерге класс деп жазайық. Сосын sedan дейік. Extends деп жазамыз. Яғни кімнің мұрагері болу керек? Біздің жағдайда car классының мұрагерлігі болып саналады. Ішіне мына методты тағы да көшіріп жазайық. Function show details tick. Бұны көшіріп жазатын себебіміз біз тағы да бір ерекшелік қосамыз қазір. Return дейік. Содан соң мына классты шақыру үшін, яғни мұрагерлік болып тұрған классқа біздегі sedan деп тұрған car'дың show details деген функциясын шақыру үшін parent деген сөзін жазамыз. Сосын show details дейміз. Содан соң нүкте салайық. Ерекшелігі дейік. Экономды жеңіл машина деп жазайық. Жалпы мұрагерлік болғанда біздің жаңа классымыз жасап шығарған sedan классы барлық car классының ішіндегі методтардың бәрін өзіне алады. Мысалға, бұның ішінде тұрған construct, getTime, show details методтардың бәрін өзіне апарып қосады. sedanның ішінде бар секілді. Егер де біз сол кардағыдай дәл сондай методтың атын жазатын болсақ, біздің жағдайда show details қайталанып жазып тұр седанда да, онда ол оның үстінен басып өзгертетін болады, яғни орнын ауыстырады. Қазір біз объектіні седаннан құрайтын болсақ, онда ол кардың show details'ын орнын ауыстырып өзінікін жазып қояды. Қазір осы жасап шығарған sedan классымызды карға ауыстырып жазайық. Сақтап қояйын. Бұларда ешқандай өзгеріс жоқтығын көрсетейін. Парақшаны жаңартам. Міне, сол күйінде қалды. Дегенмен бізде жаңа метод пайда болған соң, сол методты жазып көрсетейін. getTime-ның орнына біз show details дегенді жазайық. Мынаны алып тастайық. Дәл солай астына да салып шығайын. 500 деген санды да өшірсек, сақтадым. Парақшаны жаңартып тексертейін. Toyota Camry мен Hyundai Accent екі машинаның ақпараттары шықты. Әдемі болу үшін араларын ашу керек екен. Қазір тағы да тегтерді салып кетейік. Мына жерге салайық, қосып. Сақтайым. Парақшаны жаңартып тағы да бір тексеріп жіберейік. Міне, екеуінде де мана жазып кеткен ақпараттардың барлығы көрініп тұр. Егер де біз sedan емес, бұрынғыдай car классынан алатын болсақ, сақтап қояйын, ал акцентті қалдыра берейін. Онда міне ерекшелігі деген жоқ бізде. Ол жоғары класстың кардағы. Соның show details орындалып тұр. Мен тағы да бір классты қосайын. Класс saf деп жазайық. Extends car. Дәл сондай show details деген метод болсын. Тек бұның ерекшелігін басқаша жазайық. Жол таңдамайтын машина дей салайық. Енді астына тағы да жазайын. Осы жолы Toyota RAV4 болсын. Бұл жерге sedan демейміз, saf дейміз. 100 дей салайық. Атын жазайық. Дәл солай астына оның детейлдарын шақырайық. Парақшаны жаңартам. Міне, манағыдай үстінде бірінші машинамыз шығып тұр. Екіншісінде біздің жеңіл машинамыз жазған, міне, экономды жеңіл машина деп. Ал Toyota RAV4-ке жол таңдамайтын машина деп тұр. Тағы да OOP-ның қасиеттерін түсіндіріп кету үшін осы класстарда біз күрделендірейік. Біздер трассы мен жолсыздың қашықтықтарын жазып, қанша уақытта келетінін есептеп шығарайық. Мысалға, біздер жаңа методтар қосайық. Public function getTime track дейік. Алдындағыдай жазғандай road length дейік. Return дейік. Содан соң біз мұрагер болған жоғары класстың методын шақырамыз, getTime деген. Алған road length'імізді жібере берейік. Ал астына тағы да бір метод жазайық.
gettime track деген орнына offroad дейік. Яғни жолсыз жер. Енді бұл жерде 0.6-ға көйтіп қойық. Өйткені жолсыз жерде ұзақ жүретін болады жеңіл машина. Дәл осы методтарды да сафқа апарып көшірейін. Ал бұнда керісінше оффроудта жақсы жүреді де, ал трассада кішкене жай жүретін болады. Енді астына осылардың бәрін жазып көрсетіп көрейік. Эхо дейік. 50 км қашықтықта. Сағаттан соң келеді дейік. Ал мына жерге 50 деп жазып қойық. Трассадағы деп жазайық. Біз мәтінді алып тастайық. Тек қана санды қайтару үшін. Өйткені көйтіміз қазір жұмыс жасамай қалады. Мына жерге үтір нүктеміз салайық. Жақшамызды қойып жіберейік. Дәл осында мәтінді көшіріп алып, астарына салып шығайын. Бұда Hyundai дейік. RAV4 дейік. Және де қастарына тағы біз оффроудты да жазып шығуымыз керек. Жолсыз жерде. Бұнда көшіріп алайын. Айнымалыларымызды дұрыстап қойып шығайық. Сақтадым. Тексеріп қарап көрейік. Парақшаны жаңартам. Бізде ештеңе шықпай қалып тұр. Өйткені gettime track деген Toyota Camry'ға ондай метод жоқ. Car классында. Бұны да седанға айналдырайық. Парақшаны жаңартам. Міне осы жол дұрыс көрсетіп тұр. Марка Toyota, модель Camry, жылдамдығы 110. Бұл 50 км қашықтықты жарты сағаттан соң барады екен. Hyundai Accent'тің жылдамдығы баяу болған соң, ол кішкене көбірек жүреді, 0.6 сағат. Бізде жолсыз жерлердің айырмашылығы болмай қалып тұр. Мен методты жазуды ұмытып кетіппін, оны жазып жіберейік. Gettime offroad, gettime offroad. Мынаны да ауыстырайық, gettime offroad деп. Парақшаны жаңартам. Міне осы жолы басқа сандар шығып тұр. Бізде керісінше баяу келудің орнына ол тез келіп тұр. Бұл жерде көбейтуді біз дұрыс жазбаппыз. Мұнда керісінше 1.6 дейік. Ал мұнда қатты көбейтпей қойық, 1.2 дейік. Осы жолы тексеріп көрейік парақшаны жаңартып. Міне осы жолы бізде Toyota Camry жолсыз жерде 0.8 сағатта келеді. Ал RAV4 бізде жылдамдығы 100 болса да, Camry'ден кішкене баяу жүретін болса да, жарты сағатта келеді. Енді мына мәтінімізді де, кодымызды да сәндейік. Мына астыда жазып кеткен мәтіннің бәрін мен жоғарыға жаза салайын. Carға жазайық. Public function text time дейік. Бізде сағат қой. Return. Эхоны алып тастайық, көшіріп алған. Мына жерге мына сағатымызды жаза қойық. Хоу. Мындай айтып кететін қызық нәрсе бар. Қазір осы тұрған text time'ды біз мына төменде шақыра беретін болсақ, мыналарды уақытша алып тастай тұрайын. Комментирді етіп қойық. Эхо дейін. Toyota Camry text time дейік. Осы жерге 1 сағат деп жазып қойын. Сақтайым. Парақшаны жаңартсам, міне 50 км қашықты трассада 1 сағаттан келеді деп дәл сол методты шақыра береді. Ал біздің жағдайда бұлай шақыруға болмайды. Оның ешқандай қажеттілігі жоқ. Оның бәрі есеппен келу керек. Бұл методты қалай жасырсақ болады? Бұлай шақырмайтындай етіп. Мысалы, басқа бағдарламаушылар осы класты бүлдіріп тастамау үшін осылай шақырып. OOP-да арнайы басқа да public'тен жазатын кілт түрлері бар. Оның біреуі protected, екіншісі private. Егер де ол private болатын болса, ол тек қана осы кластың ішінде ғана шақыру болады. Мысалға, мына show details, gettime методтардың ішінде ғана шақыру болады. Ал одан мұрагерлік болған, мысалы, sedan, SAF класстарында шақырсақ, ол қате шығатын болады. Біздің жағдайда бізге керегі protected. Солай қалдырамыз. Содан соң мына gettime-ға жазайық. Шыққан мына жерге hour дейік, санды. Сосын манағы text time жазайық. Дәл осылай қалғандарына да көшіріп шығайық. Мына жерде бізде 1.2 болу керек. Ал мына жерде ештеңе болмайды. Мынаны алып тастап, керісінше мына жерге қосып қойайық.
Ал астыда манағы мәтіндердің барлығын алып тастап, тек қана методты қалдырайық. getTimeTrack, getTimeOffroad. Осыны көшіріп алсайық, қайта жазып отпас үшін. Мынағанда. Айнымалыларын дұрыстап жазып жіберейік. Сақтадым. Енді тексеріп қарайық. Бізде шықпай тұр. Өйткені біз текст таймды қалдырып қойыппыз. Алып тастайын. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне осы жол дұрыс шығып тұр. Сонда да араларын дұрыс ашылмай тұр. Біреуін ғана қалдырып мына жерге. Үстіне сала салайық. Сол кезде басқа машиналардан бөлініп тұрады. Ал мындағынан біреуін алып тастай қояйық. Осы жол дұрыс болды. Сақтайық. Парақшаны жаңартам. Міне бөлек-бөлек әркімнің өзінің ақпараттары өзінің машиналарында жазып тұр. Осы мен Open қосымша мүмкіндіктерін көрсететін сабағымды аяқтадым. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.